Қазір екінің бірінде өт жолы ауырады. Өт толып кете береді, қоюланып кете береді. Ол біздің мына қазіргі ішіп жеп жүрген тамағымызға да, сұйық майымызға да көптен байланысты. Жарайды енді, тамақты бәрібір, осы бар продуктыны бәрібір жейміз. Дәрігерге барамыз, ол дәрігерлердің де беретіні тек қана таблетка дәрілер, диета ұста деп жатады, бірақ оның қайталанбай кететін жолын біз білмейміз. Өйткені біз себебімен күресіп жатқан жоқпыз да. Ал біз қазір себебіне әсер ететін 3 әдісті көрсетіп отырмыз. Бұл әдістер негізінде өтті ғана тазалап қоймай, оның ішіндегі майда тастарды түсіреді. Өттің қабынуын басады. Өт жолындағы ішектің ішіндегі құрттарға дейін түсіреді. Бұны біз практикада көргенбіз. Сол үшін біз мына әдістер көрсетіп жатырмыз. Үй жағдайында өте оңай. Осы әдістерді пайдаланып көріңіздер. Барлығы 100% түсінікті. Бұны акциямен 990